Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше тағам рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ең алдыменен 400 грамм етті 4 бүріштілеп турап аламыз. Артынша 2 орташа картопты алып, оны да 4 бүріштілеп турап аламыз. Енді бір пиязды аламыз да тураймыз. Мен оны 4 бүріштілеп турадым. Сіздер жартылай сақина етіп турасаңыздар болады. Дәл солай етіп, 2 сәбізді алып, 4 бүрішті қылдырып кесеміз. Одан әрі жасыл және қызыл бұрышымызды аламыз да, оны да тураймыз. Енді қамырымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін ыдысқа 100 мл жылы суды құямыз. Артынша бір жұмыртқаны жарып қосамыз да, тұзын қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді ұнын қосамыз да қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыз дайын болды. Қазір еттеріміз бен көкөністерімізді пісіріп алғанға дейін қамырымызды целлофанмен шойыншыққа салып, үстін жауып қоя тұрамыз. Енді отқа қазанымызды қоямыз да бағана тураған еттерімізді жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып отырыңыздар, күйіп кетпесін. Әбден жақсылап қуырылып сөлі шыққаннан кейін пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, бірге тағы да қуырамыз. Артынша сәбізімізді саламыз. Етімізге әдемі реңк беру үшін соя соусын құйдым. Өте аз мөлшерде қолдандым. Енді картоптарымызды саламыз.
Артынша дәмдеуіштерін қосамыз. Тұз, паприка және зер. Енді бір ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, қуырамыз. Енді кезек бұрыштарымызда. Оны да салдым. Енді жақсылап араластырып алғаннан кейін ыстық суды үстіне құясыз да қақпағын жауып пісіруге қоясыздар. Енді етіміз піскенге дейін қамырымызды ашамыз. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Енді жайған қамырымыздың үстіне сұйық май құямыз да жақсылап барлық жеріне жағамыз. Құрғақ жер қалмауы керек. Майды барынша аямаңыздар. Сол кезде қамырымыз жабыспайтындай болып піседі. Енді тура мантының қамырын кескендей, осындай төрт бұрышты қылдырып, кесіп аласыздар. Енді қайнап жатқан етіміздің үстіне осы кеспелерімізді саламыз. Артынша қақпағын жауып, тағы пісіруге қоямыз. Мінекей, жаппасайымыз дайын болды. Қамырды жақсылап майлағанның әсерінен қамырларымыз жабыспады мүлдем. Әдемілеп енді
табаққа қоямыз да тамағымызды ішуге кірісеміз. Сіздер де осы рецепт бойынша осы тағамды жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын және келесі көріскенше.